Сәлем баршаңызға. 20 минутта пісетін, үйдегі бар затпен дайындалатын печенье дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Құмшекер, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сұйық май құямыз. Разрыхитель. Ұнды бөліп салыңыздар. Жұмсақ қамыр дайындауымыз қажет. Қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырмен сразу жұмыс жасай берулеріңізге болады. Қамырымызды аламыз, қолымызбен домалақтаймыз. Формасын келтіріп, бетіне құмшекер салып, сосын вилканың көмегімен бетіне басасыздар. Қайталаймыз. Домалақтайсыз, формасын келтіресіз, құмшекерге бетін жай ғана тигізесіз. Сосын вилканы басамыз бетіне. Әдемі көрінетін болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанға дейін пісіресіздер. Мінекей дайын болды. Ас болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Моля.